Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай столдың сәнін келтіретін, әрі өте дәмді болып шығатын қызыл бархат пирожниларын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әрі видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы айранға соданы және красительді қосып, 15 минутқа реакцияға түскенше қоя тұрамыз. Бұл жерде менде краситель индийский осындай құрғақ түрі. Гелевый красительді де пайдалансаңыздар болады. Және айранның пайызы маңызды емес, кез келген пайыздағы айранмен жасай берсеңіздер болады. Бөлек ыдыста ұнды, разрыхлитель және какаоны осылай електен өткізіп дайындап қоямыз. Жұмыртқа мен қантты массасы 2 есе ұлғайғанша миксерлеп аламыз. Бізде масса осылай ағарып 2 есе ұлғаяды. Содан кейін барып үстіне сұйық майды және айранды құйып, тағы да кішкене миксерлеп аламыз. Кейін үстіне ситодан өткен ұн, какао және разрыхлительді үстіне салып, миксермен алдымен осылай басып алатын боламыз. Сонда ұнымыз жан-жаққа қатты шашырамайтын болады. Бізде осындай масса шығады. Кейін пергамент қағазына төсеп, 3 немесе 4 бөлікке бөліп, 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Одан кейін әбден суытып, қалаған осындай формаларға бөліп алатын боламыз. Кейін құрғақ таза салқын ыдысқа сливки және творожный сыр, сахарный пудраны қосып, қою крем жасаймыз. Бізде осындай қою крем шығады. Оны арнайы мешокқа салып, насатка болса насаткамен, болмаса мешоктың бас жағын кесіп, осылай форма жасаса да болады. Осылай барлық пирожнилардың ортасына кремді жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.